қайыңдар төгіліп нұр шашады. Алаңқайда қош иіс гүл басады. Алақанға қондырып ақ сәулесін, жас жұбайлар жарасып сырласады. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Бірін-бірі көргенде алғашқы рет, көп қарайды сырымды ұғыншы деп. Қалқатайым аймалап күйеу жігіт, қалыңдық тұр күнәсіз күлімсіреп. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар.
Assalamualaikum. Ko'pchilik maqtavadir ya. Еңбек ауылынан келген құдалар жақсы билейді екен дейді. Той құтты болсын, ал енді жоғарылатыңыздар ақ дастархан басына баршаларыңызды шақырамыз. Қадамдарыңызға біліңіздер. Алланың нұры болсын. Тағы бар ма? Я постепенно келе беремін. Ал, жоғарылатыңыздар. Соғынан да тойдан шығасың деп. Содан бері ошақтасыңдар ма? Иә. Біздің өзіміздің үй бар мына жақта салған. Балам сол жақта, өзім балам үйі бар. Сол жақта жатты. Главный кісілер келді. Енді үлкен кісілер болса, араласып құдалармен отыра беріңіздер, қадамдарыңызға гүл білсін әрине. Алланың нұры жаусын. Түркі түндес, таудай талапты теңіздей тұнық тап-таза теңіздің түбінен тыныстанған, тура тартырлікте тайсалмаған, тығырыққа тірелсе де, түтінін түзу түтеткен, тарихы текті тұлғадан таралған тәуелсіздіктің түлектері қадірлі қазақ елі бір әдемілеп амандасып алайық. Ассалаумағалейкум ағай, той құтты болсын, мереке құтты болсын ағай. Ортасында бір шабала құрып отырсаңыздар да болады, енді қуанышты болсын той әрине. Жалпы енді мінекей енді осындай Ғаниде әкеміздің шаңырағына қош келдіңіздер. Жалпы мына Мерлан ұлдарыңызға өзім риза болдым. Басқа ұлдар енді мына Семей жақтан, Атырау, Алматы, Ақтау жақтан әкеп отырса, Мерлан негізінде алысқа жүгірмей мінекей қара шаңырақта ауылдағы көрші Алмабек ағамыздың әдемі қызын мінекей алтындай әкесі мен анасына келін қылып осы әулетке алып келіп түсіріп, енді мінекей сіздермен құда болып отыр екен. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, той құтты болсын. Ал енді бір әдемі ақ батаңызды аламыз ғой деймін, иә? Аха. Шай шамай отыр ғой. Екі баламыз бақытты болсын, мына жайылған дастархан тек жақсылыққа жайылсын. Осы үйде әрқашанда той думан болып, осындай мереке көбейе берсін. Ғани кірсінші? Бақытты болып, аман есен, осылай өздеріңіз сықылды үлкен азамат болсын. Аумин, бәрекелді ақсаға, үлкен рахмет. Той құтты болсын. Негізі енді бөтен ешкім жоқ екен. Мінекей баршамыз енді соны еңбек ауылында туып өскен, сол ауылдың мінекей нанын жеген, шайын ішкен, әдемі суын ішкен мінекей барша үлкен аталарымыз, ағаларымыз енді осы үлкен шаңыраққа келіп отыр екенсіздер. Қош келдіңіздер. Енді қолдан келсе алдымыздағы әдемі ыстық астан дәмден ақырындап алып отырыңыздар. Мінекей енді қазақта керемет сөз бар, мына досыңның асын дұшпаныңдай же деген қазақтың біріміз. Алдымыздағы әдемі ақ дастархан сіздердің құрметтеріңізге жайылған, ақырындап алып отырсаңыздар болады. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Бәрекелді. Ал енді қадірлі құрметті аталар, әжелер, той құтты болсын, мереке құтты болсын. Енді қолдан келсе ақырындап алып отырыңыздар. Кешімізді бастайық. Енді бүгінгі кешімізге осы Мерландай алтындай ұлдарыңыздың қуанышты құдалық тойының төріне міне Ғани әкеміздің шаңырағында біз енді осындай өнерімізбен келіп отырған жайымыз бар. Енді қолдан келсе баршамыз ақырындап алып отырсақ, мінекей енді салауат ұлдарыңыз немістің бір әдемі аспабымен тамаша бір әнді бастап берсін. Шәмші атамыздың әндерінен бастайық. Той құтты
шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі ағайын, мінекей салауаттыларыңыз. Мына жалпы шен-шекпен алтын алқа кірі болғым келмейді, кеңсе ішінде шіріп өлгім. Қазіргінің жиреншесінің бірімін деп жүрген жиреншедей болмаса да, осындай қарапайым халықтың қуанышты тойында, тамаша тойында, осылай тамаша әсем әнін салып отырған салауаттыларыңыз жақсы айтты ма? Шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі ағайын ақа. Ұнаса шапалақ ұрып қойыңыздар, ұнамаса айтыңыздар, басқа біреуін шақырайық мына жерге. Енді бүгінгі қуаныш тойымызда өнер адамдары көп, жалпы осы алтындай екі жастың қуанышты кешіне келіп отырған мінекей сіздердей үлкен ел ағалары, жер ағалары, мінекей бір әулеттің үлкен әкесі, анасы болып отырған осы барша ағайын туысқан негізі келіп отырған өнер адамдары аз емес, той құтты болсын. Енді қолдан келсе қадірлі ағайын баршамыз ақырындап алып отырайық. Мінекей біз енді кешімізді әдемілеп бастап отырайық. Қазір енді міне әдемі ақ дастархан, жалпы енді бұл қазақтың өз салт дәстүрі ғой. Мына құдалар келген кезде үлкен шаңырақ деп бірінші ақ дастархан басында әдемілеп ақ дастархан жаяды. Қазір енді бұл бір сіздерге деген бір құрмет осы үлкен шаңырақтағы бір әдемі ақ дастархан болып тұр. Қазір енді Алла қаласа біраздан кейін мына енді үлкен ресторанға бір әдемі ақ дастархан жайып отыр, о жаққа да барамыз. Оған барғанша енді мінекей тойымызды әдемілеп бастап, біз енді бүгін кешімізді таныстықтан бастасақ деп отырмыз, апа, сөйтейік. Енді жалпы бір-бірлеріңізді негіз баяғыдан танисыздар ғой, бірақ енді танымайтын кісілер бар. Енді құдалықтың бір өзі әдемі салт дәстүрі. Бір әдемілеп танысып алсақ, енді лұқсат болса, бір көргеннен танысу, екі көргеннен білісу, үш көргеннен аттан түсіп амандасу дейді, той құтты болсын. Ал енді ең бірінші құдалардан бастаймыз ғой деймін. Сонда да енді аға бір әдемілеп айтып кетсеңіздер болады негізі. Құдалықтың өзі баяғыдан келе жатқан таныстыру деген бар негізінде. Енді мен осы Немерескер ғой. Bizler aldasınma dikinde yok bana. Cengem oldu, ağam gidelim. Сол сұрап отырмын, қодар көшеде бұл кісі жоқ еді ғой. Енді бер жақта тұрамын. Қордайда. Қордайдасыз ба? Мына осы Алланың қызы тұрмысқа шыққалы бері қуанып жатырмыз әйтеуір. Иншалла, конечно. Я мынау бір жағы өзіміздің танитын Бекен ағамыздың бағы. Әпкеміз, бір жағы құлағы. Құдалықтарымыз мың жылдық болсын, аман есен болсын, алашаға ертіға бақытты болсын. Әрқашанда осындай тек дастархан тек жақсылыққа жайылып, сол балаларымыздың қуанышына тоймай, ойнап күліп жүреріміздер. Енді құда баланы көрмеген құда бір 20 жылдан астам дейді. Құда ғой, құда бала емес бұл. Болды ғой, оған құда бала ғой. Өйтіне амаңыз. Бірінші бұлар. Бұл кісілер, бұлар еқанда жүгір жүрген балалар. Енді міне құда болып отырмыз. Мен құдайдың бұнысына да рахмет. Бұл адам өсеп. Жақсы. Адам осылай бір-бірін танып, бір-бірін не қылады ғой. Сізден мен мысалы мен ана жігіт танымаймын. Мен де сол танымай адамды, бұлар точно қодар көшем деместі. Нағыз қотыр көшем. Қанша бар жүр көрмеппін. Sen konuda Ағыбай ата көшесі ол. Ол жақсы көше. Иә, атын жақсы болды. Бұрынғысы бір түрлі. Енді мына аман есен болыңыздар. Әрқашанда осылай қуанып, Құдай күннен ажыратпасын. Дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз балаларыңыз бақытты болсын. Амин, амин. Осы екі баланың қызығына тоймаңыздар. Осылай дастархан бұдан да кеңейіп үлкейіп әйтеуір қолдарыңыз ұзара берсін. Мен соған тілектеспін. Бізге енді күйеуға әйтеуір бір жақсы жағынан көрінсін. Біздің қыз елді Құдай тоба, мына өздеріңіз көріп алсыздар. Балада Құдай тоба деп қайықта. Екеуі тапты бір. Жерік емес. Сыр мінез.
Bilmegенім болса, әйтеуір үйретеді, ана кісі әкеміз үйретеді әйтеуір. Сондықтан әйтеуір біз енді қуаныштамыз. Құдай сол екі бала бақытты болсын. Ал амандық есендік үшін құдаларымыз 1000 жылдық, кемел балаларымыз, кемел балаларымыз, менің қызымыз әйтеуір 100 жылдық болып жүре берсін. Şöbürler bu birleşimi vesaire abi neresiye bu musibet şimdi hana sonuçlarımızda Тамашаға негізі мен таныстырып қойыңыз деп айтып едім сізге. Ақа, алмайға кім бір кісі таныстырсын енді. Ақа, біреуіңіз бір Таныстырып жатыр. Қарашаш таныстырады қыз. Мына жақтан бастайын енді. Сізден бастасаңыз да болады. Мен екі жаққа да бірдей. Мына баладан бастайын. Иә. Бұл бала енді жаңағы кімменен, Ерланменен кімнің Жайдарқаның өкілі шешесі емес па? Сәкен деген жігіт. Сәкен осы жігіт па? Өзіміздің ауылдың баласы Сәкен. Одан кейін Алмас деген жігіт, мына құдаларыңыздың бажасы. Алмас деген ағамыз. Құрдасы бір шетінен. Одан кейін Қапура тәтеміз Жайдарқаның кіндік мамасы. Мен класстас досым Ситқанның әпкесі. Сен кімге ұқсайды? Одан кейін Сайлаукүл тәтеміз жаңағы Марат ағамыздың мына құдаларымыздың несі? Өкіл баласы болады. Мына өкіл шешесі мына кісі. Сіздерде жоқ өкіл әке, өкіл шеше деген. Енді мына кімді Жайдарқаның несін өкіл әке, өкіл шеше қып сайлап отыр ғой Сәкенді. Сондай сіздер мына құдаларыңыздың өкіл шешесі. Марат ағаның үйіндегі Марат, иә. Отырғыш едін естік бізде. Одан кейін Нұргүл дейтін әпкеміз біздің. Мына Алмабек ағаның туған әпкесінің үлкен қызы. Нұргүл тәтеміз. Жаңа біздің үйдің қасында тұрады қарамағасы. Кім? Мұртты ақшашты жүрді ғой. Жоқ, кім таныстырып? Мына кісіні таныстырып жатыр. Танимыз ғой ол кісіні. Ол кісіні танысаң енді тағайын. Ол болса алатын кісі емес па ауылдағы? Иә. Одан кейін біздің анамыз мына кісі. Танистар Мараттың мамасы. Иә, ол кісіні білеміз ба? Содан кейін жаңағы мына кісіні айтып отыр, біздің ағамыз үлкен. Одан кейін құдаларымызды білесіздер, тоже ағамыз. Одан кейін ағамыздың әпкесі Қарлығаш. Танимыз ол кісіні. Одан кейін Алпамыс дейтін ағамыз қайтыс болып кетті, сол кісінің келіншегі Ғалия дейтін. Пьесадан таныдық ол кісіні де уже білеміз. Одан кейін менің әпкем Қаламқас деген Ғанидің құрдасы. Одан кейін Жайық деген тоже аталас, өзіміздің аталас Ол ағамыздың. жігітті де танимын, ана кісінің баласы. Танисың. Одан кейін менен кейінгі сіңілім Қалқаманда тұрады. Менен кейінгі сіңілім. Одан кейінгі қыз Анара ол қыз. Атын айтып қойдың? Анара деген қыз. Одан кейінгісі Қарақат дейтін менің үйімде тұрады ол қыз. Ол да сіңілім. Ол да сіңілім менің. Туған. Туған сіңілісі. Иншалла. Сол басқа кім таныс. Тамаша, өзіңізді ұмыт кетпеңіз ақа, өзіңізді. Апа, иншалла бая кез. Шығы бар. Өзіңізді бір айтып жібермедіңіз ба? Өзім Қарашаш. Бақытгүлден бір класс жоғары оқыған. Бірақ құрдас болып бірге жүрген. Бақытгүл деген жөте ат таныс қой кім ол? Бақытгүл сіздің келіншегіңіз. Тамаша. Бақытгүл деген 71-мен оқығанменен 70-дің қыздарымен жүрген. Тамаша, шапалақ қошен өдіріп қойсаңыздар болады. Қайындаға мінеке енді. Құдалар жақ әдемілеп ақырындап таныстырып отыр. Негіз бұл ағамыз. Осы Алматыда тұрам алға Ауылдың күйеу баласы ғой дейм, иә? Ойбай, күйеу балам не осы ауылдың әкіміміз? Әкімісіз ба?
Ya kim olur? Ғазиздің папасы. Ой, ayda saldım mı sen? Тамаша. Точно. Үлкен рахмет. Енді қадірлаған міне әдемілер танысып жатсыздар. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Тағы бір жеңгеміз. Ол кісіні таныстырып жіберіңіз. Айда дейтін жеңгеміз. Емелия, ыңғайлы. Әр отыра берсін ыңғайлы. Саламат. Тамаша болды ғой деймін, ә? Бір шамалақ қаттырақ ұрып қойыңыздар, қадірлаған міне. Құдалар әдемілеп таныстырып отыр. Енді айтып отырмыз ғой, жалпы баяғыдан қазақтың салт дәстүрі негізі келе жатқан осындай міне құда болғаннан кейін ең бірінші құдалықты қандай екенін білу, одан кейін құда кім екенін танысу, одан кейін мына жалпы біліскеннен кейін әдемілеп аттан түсіп амандасуды енді бүгіннен бастап алтындай құдағисыздар. Енді Ғанияға өзіміз жаққа әдемілеп бірден таныстырып жіберейік. Кімге ұсынамыз ақа, бәрін шақырып ортаға. Апа таныстыра ма? Жоқ, ана кірсін. Ана Аты Ғали, оны білесіңдер, атын өзім қойған Ғали. Онан кейінгі балам қаза болып кетті. Онан кейін Белбектің келіншегі айтты. Келіншегі міне. Онан кейін қызым, мынау Бақытгүл. Анау күйеу балам, Тоқан танып ал. Мен ана Гүлзағирада апаның күйеу баласымын. Бітті, еді қазір. Деген ағамыз. Күйеу бала емес ол енді бізге. Вот так что Қашандан бері күйеу бала бар. ойнау дегенді қойыңдар ана. Сәкен ол өкіл әкесі өзім таңдап қойдым. Өзім баққан балам мынау күйеу балаларым. Миланды өзім емшегімді емізіп алқаға өнеріп жүріп баққам. Таңдап қойған өкіл әкесі. Менің айтқанымнан шықпайды балаларым. Не айтам сол істейді. Оның өйінгі балам мынау Ғабитен кенжем. Әкесі кеткенде 3 жаста қалған. 3-көзі толған бал емес болар. Мынау үлкен келін, құдағиларым. Мынау Ғабиттің әйелі. Ал мынау болса Көрініп қайнағаным. тұрсаңдар кішкене. Көрініп шығып, бүйтіп шығып. Я бүйтіп. Дораз Бекен Назар деген бірге туған. Сон Дораздың баласы мынау. Есімі кім? Таныстар ғой. Мынау Назарбектің қызы, бұл да менің қызым. Таныбаңдар. Сендерге келіп болса қыз. Бұл кісіні білеміз. Мынау жаңағы досым Дораз қайнағанның үлкен келіні, Жамал. Анау Тұрсынбектің келіншегі. Қайсысы? Міне. Ой, Көрбаңдар жақсылап. Менің келіншегім міне. Жақсылап көрбаңыздар. Мынау Ғабиттің келіншегі. Мазақта, балқият әте. Анау Балқият әте сендер сияқты біз 10 атамыз. Bir atanın içinde Beybeği balasının içinde 10 atamız birge tuğamız. Sol 10 atamın bir balasının balası anam. Balkıyak yerinde. Anam canında turgan tamadaların sol 10 atamın bir balasının balası. Bu bala deyin bir sıkı mı ne? Sıkırcan degen cemiyemizдің Kadircan degen balasının balası. Mınau bak Mınau Çolpan Mirlan'ın karındası. Mınau Belbek'tin kızı ekevi. Mınau ülkönü, mınau kişisi. Mınau biri Aydana, biri Darina. Harlay qayda жүрсіз? Аллай киініп дайындалып. Аллай гастың ташып келесіздер. Рахмет, жайлы отырыңыздар. Болды ғой деймін, тамаша шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлаған міне дегенде. Әлемлеп танысып жатсыздар, Алла қаласа ақырында білсесіздер, одан кейін 1000 жылда құда болып аман есен қолтықта жүре беріңіздер, той құтты болсын, мереке құтты болсын. Ал енді тамаша. Ал енді қадірлаған қолдан келсе енді кішкене сабыр едіңіздер. Негіз бағана Ғани ағам айтқан, кімде-кім қатты сөйлейді, кімде-кім қатты шулайды, бірден полицейский шақыра сал dedi. Сондықтан да қолдан келсе мінекей енді әдемілеп таныстық. Енді Алла қаласа әдемілеп білсеміз, негізінде қазақтың салт дәстүрі ғой, байырғы құда дейді. Одан кейін мына генерал құда дейді. Одан кейін құдағи дейді. Баяғыда мына бір жалпы
Құданы білесіздер, өзіне бауыздау құда дейді, бас құда не. Сол ана бауыздау құда деген сөзді ұмытып қалған бір ағамыз айтқан екен дейді, ана соятын құда қайда шақырыңдаршы деп кезінде. Енді солай айтпас үшін міне тойдың басында әдемілеп таныстырып отырмыз. Енді қолдан келсе баршамыз ақырындап алып отырайық. Қадірлі той құтты болсын, мереке құтты болсын. Той құтты болсын. Енді бағана тойдың басында әдемілеп айттық қой, енді кешімізде бөтен ешкім жоқ. Мінекей баршамыз енді сол еңбек ауылында туып өскен, жалпы сол ауылда ойнаған, күлген мінекей жалпы ағаларымыз, апаларымыз отыр. Енді қолдан келсе алдыға қартайшық. Той құтты болсын. Енді қолдан келсе баршамыз ақырындап алып отырсақ, міне алдымыздағы әдемі ыстық дәмнен енді міне бүгіннен бастап алтындай құдасыздар. Тек қана құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, той құтты болсын. Мына 2 жастан тек қана немере шөбере сүйіп, дәл осылай ойнап күліп жайнап жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Мына жалпы 10 баласы бардың хан ордасынан басы кем емес дейді. 9 баласы бардың төрдегі басы кем емес. 8 баласы бардың аюыңнан тумай ма? 6 баласы бардың арманы бар ма? 5 баласы бардың сөзінің жалғаны бар ма? 4 баласы бардың теңге алмағаны бар ма? 3 баласы бардың азынаулақ әні бар, қазы қарта жалы бар деп айтады екен. 2 баласы бардың шығатұғын шығыны бар, 1 баласы бардың шықпай жүрген жаны бар. Алла қаласа бала жоққа бала табылар. Әркімнің де маңдай қазған бағы бар деп осындағы барша қонақтарымызға мінеки мен енді шын жүректен тілерім. Ұл сүймегендер ұл сүйсін, қыз сүймегендер қыз сүйсін, немере сүймегендер немере, шөбере сүймегендер шөбере сүйсін. Қадірлі ағайын, аумин. Той құтты болсын. Мереке құтты болсын. Тек қана енді осы 2 жастан немере шөбере сүйіп аман есен ойнап күліп жайнап жүре беріңіздер. Мына жалпы қазақ өзі атамыз мұны айтқан екен, мына елге жалпы бір әулетке мына ұл бала келсе, мына халықтың баласы болсын, елдің баласы болсын, елдің тірегі болсын деп айтады екен аталарымыз, бұрынғы аталарымыз. Ал енді мына қыз бала дүниеге келсе, бір ердің ғана данасы болсын деп айтады екен. Соны айтқандай, халықта ұл қыздарыңыз көп болсын, той құтты болсын, мереке құтты болсын. Мына жалпы айтып отырмыз ғой, біз енді қазақ елі өзі мына балажан халықпыз. Мына баяғыда орыстың баласы мен қазақтың баласы есіктің алдында әңгімелесіп отыр дейді. Сөйтсе орыстың баласы айтып жатыр дейді, у меня братишка нету, у меня сестренка нету, дома много шоколад, дома много мармелад десе, қазақтың баласы отыр дейді, у меня братишка 5, у меня сестренка 5, дома нету шоколад, дома нету мармелад, мамам еще 2 қабат, атаңның ба шоколад деп айтты. Міне енді соны айтқандай тек қана қазақ елімізге мінекей кішкентай ғана осы бүлдіршіндеріңіз, немере шөберелеріңіз көп болсын, той құтты болсын. Ал енді қолдан келсе ақырындап алып отырыңыздар. Қадірлі ағайын, енді міне салауат тамаша әнмен бастап отыр. Бұл жігіт енді осы Шымалған жігіті, өзіміздің қазақтың баласы. Қазір енді осы жігіт міне немістің сырнайымен бастап берсе, қазір одан кейін енді Ғани ағамыз бағана тойдың басында айтты, қазір кафеге барған кезде Қайрат Нұртас келіп дедіңіз ағай. Қайрат Нұртас, одан кейін Төреғали, Қыдырәлі бар дедіңіз, Қарақат екеуі. Одан кейін Әбжаппар Әлқожа, сосын тойдың соңында Жекичан келеді деп айттым. Артынан Сүйкімді Жолбарыс келеді. Сүйкімді Жолбарыс келеді, той құтты болсын. Енді қадірлі ағайын, ақырындап алып отырыңыздар. Ал енді мінекей тамаша әнді бастап отырайық.
шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлағай. Негізі, мына әннен кейін негізі қайрат ұртас керек емес мына жерге. Өтпей қалады ол. Оны өшірсаңдар. Ол әбден плюспен айтып үйреніп алған ғой негізінде. Бұл жігіт жібай айтып жатыр. Ұнап жатыр ма? Ұнап жатса бір шапалақ ұрып қойсаңыздар, қағайдат сол жігітке. Енді қадірлағай міне той құтты болсын, мереке құтты болсын. Енді бағанадан бері айтып отырмыз. Жалпы Мерлан өзі біздің де досымыз мінекей, бауырымыз. Осы Мерлан үйленіп жатыр деген кезде жалпы өзім Мерланды көрмегеніме бір 9-10 жыл болды дейі. Өткен дана Түркөш ағам баласы үйленген кезде, сол жерге тойға барған кезде Мерланды көріп, сол жерден айтты маған осындай. Мінекей ауылдан осы Алмабек ағамыздың алтындай қанатты, қылықты қызын, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген алтын қызын, мінекей алтындай әкем мен анама келін қылып түсіріп отыр Мержан. Мінекей енді баршасы өзіміздің ауылдың үлкен кісілері, енді қолдан келсе осы балалармен келіп, мінекей хабар агенттігінен келіп отыр бұл жігіт. Сол жігіттермен келіп бір қызметін көрсетіп кетті дегеннен кейін осы ортаға келіп отырған жайымыз бар. Бір шапалақ ұрып қойсаңыздар болады, қадірлағай. Енді айтып отырмыз ғой, жалпы мына тек қана 2 жастан немере шөбере сүйіңіздер, қадірлағай. Жалпы мына 10 жылдың көлемі болды. Осы 10 жылдың ішінде мына жалпы өзіміздің қазақтың тойына ғана емес, мына Қытайдың да тойына барып жатырмыз. Мына орыстың да тойына барып жатырмыз. Мына жалпы енді түріктің да тойына барып жатырмыз. Қандай тойға барсақ та негізі мына өзіміздің қазақтың тойына жетпейді екен негізінде. Мына орыстың тойына барсаң сала жейсің деп айтады екен. Қытайдың тойына барсаң шаян жейсің, либо таяқ жейсің деп айтады екен. Ал енді мына корейстің тойына барсаң итін жейсің, кәдімгі қой секілді басын үйітіп жейсің. Мына арабтың тойына барсаң халал жейсің, өзбектің тойына барсаң палау жейсің. Ал енді мына қазақтың тойына келсең бәрін жейді екенсің ғой. Тауық жейсің, балық жейсің, қол аяғын шауып жейсің, үйіне 5-6 күн қалып жейсің. Сонда да тоймай пакетке салып алып жейсің дейді. Сонда да шапалақ ұрмайсыздар, енді маған неғыл дейсің деп тұрсың. Қадірлағай, той құтты болсын, береке құтты болсын. Енді ортасында осылай әдемілеп шапалақ қошемет тұрып отырыңыздар, той құтты болсын. Енді қадірлағай, бізді көп сөйлемей, созбай, әдеттен озбай, мінекей тамаша әсем әндеріміз болып отыр. Қолдан келсе бір тамаша тілекті бастап отырайық енді. Міне өзіміз жақтан апа өзіңіз бастап беріп отырасыз ғой деймін, сөйтейік, міне сізден бір тамаша тілек болсын. Енді ақа Набиктен әдемілеп құйып жіберіңіздер. Міне енді Ғанири әкемізді өсірген, осы алтындай анамыз отыр, кішкене сабыр етсе, қадірлағай, баршамыз басымызды бұрсақ. Міне осы әулеттің үлкені, тірегі, жүрегі, баяғының жасы болса, қазіргінің қарты болып, мінекей бір әулеттің үлкен анасы болып, бір әулетке бағыт бағдар, мінекей дұрыс жолдарды сілтеп жүрген міне алтындай анамызға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Осы кісіден бір тамаша тілек болсын, қалаға той құтты болсын, қуаныш болсын. Міне енді немеренің қуанышында отырса, Алла қаласа шөберенің қуанышына жетіңіз. Шөпшектің қуанышына жетіңіз. Дәл осылай ауырмай, сырқамай, больницаға бармай, жаман укол алмай, системада салмай, ойнап күліп, жайнап жүре беріңіз апа, той құтты болсын. Ал енді міне құдаларыңыз келіп отыр, бір тамаша тілекті бастап берсеңіз. Тамаша. Ал тілектіңді қадірлағай. Құрметті бауырларым деймін шалым. Бауырларым, жеңгелерім, келіндерім, қазір енді құда болыңдар сіңілерім. Мына құдалықтарың 1000 жылдық болып, құдалықтарың 100 жылдық болсын. Екі баламыз бақытты болсын, ол жақтан сендерді сыйлап, біз жақтан бізді сыйлап, ортамызда шапқылап, ойнап, күліп жүрсін. Балалы, шағалы болып, енді осы уақытта немере сүйіп, шөбере сүйім, әйтеуір, бар жақсылық болсын. Жетпегендерім осындай жақсылыққа жетіңдер. Барлығыңа денсаулық тілеймін, жақсылық тілеймін. Отбастарыңа береке, бірлік, ынтымақ тілеймін. Бәрекелді апа, үлкен рахмет апа, той құтты болсын сізге де, қуаныш құтты болсын. Енді айтып отырмыз ғой, міне немеренің қуанышында отырсаңыз, Алла қаласа шөберенің қуанышына жетіңіз. Асаба несіне үндемесін, ары қарай жалғайды жыр демесін. Құрметті апа, келесі айда 2 айлық пенсияны бірден берсін, аумин. Немереңіз көп болсын, шөбереңіз көп болсын. Аналық ақ орамалыңыз ешқашан кірілмесін апа, той құтты болсын апа. Bir шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлағай, міне. Енді немере келінді алып отырған осы апамызға үлкен рахмет, мінеге. Тек қана осы 2 жастан бақыт қуаныш көріңіз апа, той құтты болсын. Енді Алмабек аға, сіздер жақтан да бір үлкенірек кісі бастап. Құлағым естімейтінін білесің, қатты айтып тамағыңдарды батыр. Той бола берсін, тойларың құтты болсын, 2 бала бақытты болсын.
Ne tilese tileklerine jetsin. Kulağın kulağına söyle. Emire çövere süyü aman esen cüre ver solar deyip. Boğuna çılarım. Gavittikin bakkan elin Mirlandikinde bakasın ya da şakayla. Baslarkan жақсылық kazanırsın aman esen boğunda solar diye. Sol sınav koyunlar elinde. Бәрекелді. Негізі бұл кісілер бір-біріне қалжыңдап отырып, ауылда черный касса ойнап жүрген кісілер ғой негізі. Подружкасы, мінекей, дозы. Енді бүгінден бастап подружка еместер, құдағисыздар, апа. Той құтты болсын сізге де, мінекей, қыздарыңыз осы әулетте бақытты болсын, иә. Судай сіңіп тастай батсын. Міне енді батпаса подружкаңыз өзі батырып алады. Той құтты болсын. Шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі міне. Қуанышты болсын, құдалықтарыңыз өміржылдық болсын. Мына жалпы баяғыда бір үлкен ақсақал атамыз бен апамыздың 6 қызы болса керек дейді. Сөйтіп әлгі атамыз бен апамыз үйге келсе бірінші қыз Астанаға кетіп қапты. Сонымен атамыз бен апамыз бар жиған керіп Астанаға құда болып барып қайтып үйіне келсе екінші қызы Таразға кетіп қалған ғой. Сөйтіп оған да бар жиған теріп Таразға барып құдалықтан келіп үйіне келсе үшінші қыз Ақтауға кетіп қапты. Сөйтіп атамыз бен апамыз бәрін жинап Ақтауға барып үйіне келсе төртінші қызы Атырауға кетіп қап дейді. Оған барып үйіне келген атамыз бен апамыз шаршап шалдығып атамыз апамызға қарап айтып жатыр дейді, кемпір қаншау қалды деп ақын. Сөйтсе апамыз айтады дейді, әлі екеуі бар деп. Сөйтсе атамыз айтты, қалғандар көршіге қарап тұрсыншы дейді. Тек қана қуаныштарыңыз құтты болсын, той құтты болсын. Мына жалпы Төлеген ғашық болғанмен ол қыз жібекті алған жоқ дейді. Еңлік ғашық болғанмен кебектің бағы жанған жоқ дейді. Ал енді мына Абай ғашық болғанмен Тоғжанға орамал салған жоқ дейді. Ал енді мінекей бүгін бір-бірін сүйіп қосылып отырған осы алтында 2 жаста арман жоқ демекпіз әрине. 2 жасқа тілеріміз Тәңірдің тәң нұрымен, жүректің жанырымен, махаббаттың тамырымен, пендені жаратушы Аллах тағаламыздың әмірімен қосылған балаларыңыз бақытты болсын, той құтты болсын қадірлі ағайын. Тек қана енді айтып отырмыз ғой, біз енді өзі мына қазақ елі балажан халықпыз, негізі немере көп болса, шөбере көп болса деп негізі армандап отырамыз. Мына әр ата-ананың арманы ұлын үйлендіріп, қызын ұзатып, бір әдемі құда болып, бір төрде қолтықтасып отыру негізінде қадірлі ағайын. Мінекей енді тек қана осы алмайда қуанышыңыз құтты болсын. Осындай қуанышты баршаларыңызға жұғысты болсын. Мына алауын сезім жаққан соң, қалауын жүрек тапқан соң, ақ тілек таңын атырған, бөлемін деп, тойына бөлісемін деп шақырған, ауылыңа бұрдым атпасын дейді. Бүгін мінекей Мерландайың бір ұлың тіктесе шаңырақ уығын, адамдық келсе атқасын. Мінекей жайдарлы менсе есіктен келінің болып келісті, сенімін елдің ақтасын. Жаратқан ем жар болып жас жұбайларды бүгінгі тіл көзден тәңір сақтасын деп бір қаттырақ шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Енді одан кейін ақындап алып отырыңыздар қадірлі ағайын. Мінекей алдымыздағы енді бағанаған әдемілеп айтып өттік. Али әкеміз міне құда келе жатыр деп бар жиған тергенмен әдем ақ дастархан қылып осындай жайып, мінекей енді осындай алтындай құлынның қуанышын осы құдалармен ағайын туыспен бөлісіп отыр екен. Ақырындап алып отырсаңыздар. Бірін қатты, бірін сәл-пәл нақпыра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Нағыз әйел емес, нағыз әйел кобра деген де бар екен. Кобрасын қайда, мен нағыз қазақ домбыра екенін білеміз. Енді қолдан келсе әдемілеп ақырындап алып отырсаңыздар, одан кейін әнге қосылып отырсаңыздар да болады. Той құтты болсын қадірлі ағайын. Ал бір халық әндеріне бастап отырады.
бақытты болыңдар, бәрекелді шабала құрып қойсаңыздар. Негізі немістің аспабы ғой. Негізі мына немістің аспабын, орыстың аспабын, қазақтың домбырасына салу қиын негізінде. Бір настройка жасап барып қоспасаң, өкілімізді айтқым келеді ме? Шабала құрып қойыңыздар, ал кәдімгі бір тамаша ән болсын онда. Бағана міне екі жақтан үлкен апаларымыз бастап берді. Енді құдалар жақтан қолдан келсе екі кісіден әдемілеп жалғастырып отырсаңыздар болады. Енді қолымызға список алғам жоқ. Алмабек аға өзіңіз айтып отырсыз ғой үлкен кісілерден. Құданың өзінен ба? Апам айтты. Тұмсықтыға шоқтырмай әдемілеп өсірген міне енді қызы өз елін тауып жатқан кезде міне қуанып енді осы үлкен шаңыраққа құда болдым деп келіп отырған енді Алмабек ағамыздан бір тамаша тілек болсын аға, той құтты болсын. Мереке құтты болсын. Анамыз қайда? Ал әбеке. Екі жасымыз бақытты болсын. Yine hatıra kahve. Сол кезде екі жақта бақытты болсын деп заттарымыз көп, жастар ұзақ болып, шүбірлі болып, секілді жашап құлаған немере шүбірлі болсын. Солардың қызықшылығына тоймай, шарқылып, оны сен жүріп келсе дейік, сондай жасық еліміздің бәрі Алланың құлағына шалсын. Амин. Алланың ісін қабыл етсін. Ал сол үшін
отбасының бақыты үшін. Тамаша, үлкен рахмет. Үлкен рахмет Алла міне. Тілегіңізді Алла қабыл етсін. Бір қаттырақ шапалақ ұрып қойыңыздар. Қадірлаған негізі. Қызым оңай емес аға. Мен де өткенде бір қызым бердім. Мен детсадта бердім. Көңілің босап кетті. Көңілің босап кетті. Тамаша, міне алтындай құдаңызбен енді міне бірге өскенсіздер. Бүгінден бастап сіздерді енді дос емес, көрші емессіздер. Бүгінден бастап құдасыздар негізі. Той құтты болсын. Мына баяғыда бір құдасын күтіп жатыр дейді. Сөйтсе құдасы айтып жатыр. О, Құдеке жайлы отырсың ба десе, жайлы отырмын. Тамақтан алып отырсың ба десе, алып отырмын. Ішіп отырсың ба десе, ішіп отырмын. Құда би жайлы отырма десе, жайлы отыр. Тамақтан алып отырма десе, алып отыр. Ішіп отырма десе, ішіп отыр деп айтады дейді. Сөйтсе әлгі құдамыз сұраған ғой, не ішіп отыр деп. Сөйтсе құдасы айтты ғой, мен қанын ішіп отыр. Ондайдан Құдай сақтасын, той құтты болсын. Міне тек қана жиен немереңіз көп болсын аға, міне той құтты болсын. Тек қана осы 2 жастан бірге алтындай немерелерді өсіріп, ауылда атқа мінгізіп, мінеке осы жақта ағамыз қыдыртса, сіз ауылда атқа мінгізіп, тауға қыдыртып, аман есен ойнап күліп жайнап жүре беріңіздер, той құтты болсын. Енді бір алады дейді, соғыстырып тұрып, Құдеке деп алып қойсаңшы аға. Тілек айтып жатыр аға. Ал енді одан кейін келіңіздер, алып қойыңыздар. Негізі бір жерлерде таксовать етіп жүретін бір кісілер алып қойып деп құдаларға. Ондай кісілер жоқ па? Аға, енді осы 2 жастың осы отбасын құрған міне құда болып, құда би болып осындай төрге шығып отырсыздар. Мына жалпы Мерлан сияқты бір жігіт үйленіп 1 жылдан кейін тауға барып айқайлап жатыр дейді аға. Қане аға? Сол үйленіп айқайлап жатыр дейді. Тау десе білесіздер ғой, жаңғыра тау, мен үйлендім деп. Мен бақыттымын десе, мен бақыттым. Мерлан 2 жылдан кейін тауға барып айқайлап жатыр дейді. Тау десе, тау, мен үйлендім десе, мен үйлендім. Мен бақыттымын десе, мен бақыттымын. Мен үйлендім десе, ар жағынан сауап деп дауыс шығып жатыр дейді. Негізінде мына жалпы өзі Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан негізінде мына үмбетім үйленіп, үмметтің санын, мына жалпы мұсылманның санын көбейтсін. Тек қана осы жер бетінде жалпы мұсылмандар көп болсын деп, тек қана осы алтындай 2 жастан мұсылман тек қана осы қазақ еліне бір батыр болатын, ақын болатын, ел басқаратын, жер басқаратын қазаққа бір дұрыс жол көрсететін бір үлкен немере шөберлеріңіз көп болсын, той құтты болсын. Негіз ақырындап алып отырсаңыздар болады, қадірлі негіз аға мен сөйлеп тұра беремін. Негізінде ортада бір кезде былай болады әңгіме, бір кезде былай болады. Ағам мына жақта отырған ағам жақсы еді негіз бағана. Маған қата кішкене бер қаратай келіп отырған. Той құтты болсын. Ақырындап алып отырыңыздар. Береке құтты болсын. Oradan açıp отырыңыздар. Міне енді бүгінгі қуаныш тойымызға әдемі арнайы алынған үлкен асымызды, 5 бармағымызды, міне енді еш жерде қойылмаған, еш жерге сойылмаған, міне арнайы бүгін енді құдалар келіп отыр деп, алдындай міне Ани әкеміз әдемілеп ағдастарға жайып міне бір қойды сойып енді құдаларын күтіп отыр екен, ортаны ашып отырсаңыздар болады. Тамаша. Ал енді бір әдем ақ батамызды алайық, қадірлі құдалар. Алмай қанеке, қол жайсақ. Екі бала бақытты болсын. Алдарынан Құдай жарылқап, әрқашанда жолдары ақ болсын. Алдары мереке, арттары берекелі болсын. Ендері сау, ойнап күліп, осылай тек жақсылықта ойнап бас қосып жүре береміз. Аумин, бәрекелді. Siz төртеуіміздің ағын барамыз? Тамаша, ал енді қадірлі ағалар, әпкелер мінеки. Астарыңыз дәмді болсын, той құтты болсын. Үлкен ас қалай болып, дәмді болып па? Қамыры қалай болып, қамыры? Өзім жайдым деңіз, бағын ертерек кеп қамырын. Енді қолдан келсе ақырындап алып отырыңыздар, той құтты болсын. Баяғыда бір қой бар, қозыдан сұраған екен дейді, қозы өскенде кім боласың деп. Сөйтсе қозы айтты ғой, білмеймін, 5 бармақ болатын шығармын депті ғой негізінде. Енді сол қозы өсіп, қой болып алларыңызға 5 бармақ болып келіп отыр. Енді қолдан келсе баршамыз ақырындап алып отырсақ, енді қадірлі ағалар, қадірлі құдалар, енді қолдан келсе тағы бір тілек болсын. Одан кейін ана жақта ресторан, кафе күтіп отыр дейді. Аға, енді бір тамаша тілек болсын, одан кейін бізден бір ән болсын. Одан кейін ол жақтан тағы тілекті басынан бастаймыз, бәріміз сөйлейміз ол жақтан. Енді үлкен кісілер бір әңгімелеп, 2 кісі, 3 кісі қосылып сөйлеп кетсеңіздер болады, той құтты болсын. Кім бастайды енді? Бағана тойдың басын бастаған.
балалардың қол тимеген шапқылап жатыр ғой, түсінікті оның да басымыздан өткен. Енді екі бала бақытты болсын. Болашақтары кең болсын. Жолдары ақ жол болсын. Бастарын қосып жатыр. Бас екеу болмай, басқа мал жиналмайды ғой, сол енді бастары қолдар ұстасқан қолдар айырылмасын бір-бірінен, бір жасықта қартайсын. Ақ шашты сары түсті кемпір шал болсын. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Осы ел жұртымыз аман болсын, қазағымыз бай болсын. Біздің байлығымыз шетелге кетпей, өзіміз ие боп осы еліміз жұртымызға тәуелсіз елімізге ие боп жүре берейік. Сол балалар сөзімізді басып жүре берсін. Сіздердің жолды бізге берсін, біздің жолды бала-шағаға берсін. Сол аманшылық болсын. Сол үшін алып отырыңыздар алдарыңыздағыдан. Тамаша бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Үлкен рахмет. Сіздерге де енді қиналмай тапқан бала құтты болсын. Қиналмай тапқан болғанда мен балам уже чалып отыр өзі. Кемпір не болмай. Менің балам шал болды дейсіз ғой. Енді кімнің сәкенің болса, оның баласы құтты болсын. Аха, бұл кісінің баласы құтты болсын. Енді ал тағы бір тілек болсын онда. Рахмет, босағалары берік болсын, осы ғалиден ішінен өсіп өнсін, дастархандарымызға жақсылыққа жайылып тұрсын. Сол дастархандарымыз жақсылыққа жайылып тұрсын енді. Бақытты болсын айтып. Тамаша, шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Енді сіз де қосылып кетесіз. Тамаша. Болды ғой дейм, иә? Қысқа нұсқа сөйледіңіз ғой. Күшті. Тамаша, енді бәрекелді шапалақ ұрып қойыңыздар. Болсын. Апамыз жылайын деп отыр негізінде. Өздеріңіз үйленіп алдыңыздар болды ма? Қыздарыңыз да үйленсін, той құтты болсын. Бәрекелді енді тағы бір тілек. Үлкен кісілер сөйлеп кетсін, енді қалған кісілер. Жағир апа, немере келініңіз құтты болсын. Бастай батып судай сынсын. Ерлан екеуі бақытты болсын. Біз соларға тілеулеспіз. Құтты болсын. Құтты келін болсын. Келінің аяғынан қойсын, аяғынан дейді. Сіздерге ырыс береке алып берсін. Екеуі бақытты болсын. Тамаша, шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Қадым ағай, міне енді үлкен рахмет. Тілектеріңіз Алла қабыл етсін, аман болыңыздар. Тек қана осындай тойдыма мерекеде ойнап күліп жайнап жүре беріңіздер. Енді қадірлі ағалар, міне біз енді көп созбайық. Бір тамаша кешіміз жалғап отырайық. Бір енді ауылға сағыныш деген бір тамаша Шынберген Сүлеймен көкеміздің бір әні бар, соны орындап берейік, той құтты болсын. Ал ақырындап алып болсаңыздар. Armanım avuldan çıkıp gitti. Ara
жанды дауыста. Тамаша мінекей. Бұрынғы ескі әндерден айтып отыр. Енді ана рұқсат қой, иә? Қадірлі құдалар, рұқсат болғанмен де бас қайырсақ. Бір ауыз сөйлеп кетпейсің бе? Сияқтан сөйлейміз, иә? Тамаша, ал енді ауымен қолдайсақ. Бір ас қайырып беріңіздер. Я Құдайым болғасын, дастархан Құдай береке берсін. Мына жайылған дастархан тек жақсылыққа жайылсын. Үйлеріңізде бұдан бұл арты болғасын, келешекте тағы той бола берсін. Дендеріңіз сау, өмірлеріңіз ұзақ болып, екі бола бақытты болып, әрқашанда ойнап болып шапқылап. Бәрекелді. Ал енді баршаларыңызды үлкен тойханаға шақырамыз, қадірлі құдалар.
Ал енді қадірлі құрметті ағайын, енді қолдан келсе мына сыртта жүрген өзіміз жақын ағайын туыстар болса, ақырында Бақдастархан басына жайғасыңыздар, төрлетіңіздер. Міне енді қазір ғана үлкен шаңырақтағы үйдегі әдемі Бақдастарханнан шығып, міне енді осындай кең сарайға әдеміле болып келіп отырсыздар. Енді бір қаттырақ шапалақ қошемет ұрып қойсаңыздар, той құтты болсын ағайын, мереке құтты болсын. Аштың мені келешек Енді бисмилля деп кешімізді бастаса, қадірлі мінеки әуелі Алладан, одан кейін сіздерден лұқсат болса, мінеки бір Алласы бар, екі дүниесі бар, 304 құбыласы бар, 5 парызы, 6 алашы, 8 серісі, 9 құмалағы, 10 шақты ұлдары бар, 10 шақты қыздары бар, ерлері аттың жалында ұйықтап, келіндері түйенің қолында босанған. Жалпы енді қазақ елі ассалаумағалейкум деп амандасып алайық. Ассалаумағалейкум ағайын. Тоқи құтты болсын. Тамаша, енді қадірлі құда-құдағылар, мінеки ағайын достар, бағана енді үйде әдемілеп бастағанбыз негізі. Тағы бір айтып өтетін болсақ, мінеки енді осындай ел сыйлаған, жер сыйлаған үлкен шаңырақта, жалпы енді Ғани әкеміз бен Алтындай, Мейрамдай анамыз міне келін түсіріп, ұлын үйлендіріп, міне Алаштың басын қоспаса да ағайын менен туыстың басын қосып, кең дастархан жайып, мінеки қалың қазаққа бір шәугім шай мойнымда қарыз болмасын деп осындай құдаларын күтіп, мінеки қуанышын сіздермен бөлісіп отыр екен. Енді қолдан келсе міне Ғани әкеміз бен Майрам анамыздың да құрметіне бір шапалақ ұрып қойыңыздар, той құтты болсын Ғани аға. Ал енді қадірлі ағайын, дайын болсақ баршамыз орнымыздан тұрайық, есікке қарай басымызды бұрайық. Мінеки енді бүгінгі құдалығымыздың, жалпы тойымыздың себепкерлері екі жасты құрмет қошемет шапалақпен ортаға шақырып алсақ, кәреке, той құтты болсын. Жіберген, кәреке, шапалақ қошемет болсын. Махаббаттың бұл күші әлдейді, екі жастың табыстырған жүрегі. Жастың жалынасың арман ақ дүние, бақыт сыйлаусын бақытты көздері. Жас жылдайлар шат күліңдер, ән салайық бір шапалақ ұрып қойсаңыздар, қадірлі негізі мәкең үй алып жүр я. Шапалақ ұрып қойыңыздар, қошемет шапалақ болсын. Ал, тамаша мәкең, күсіңіз құтты болсын, той құтты болсын. Көңіл күй қалай жалпы негізі. Бақыңыздар болады, қадірлі ағайын, енді бүгін той болған соң бұл кісі алаңдап жүр, жалпы сұрайыншы, үйленген қалай, нормально ма, көңіл күй қалай жалпы? Жақсы. Қаттырақ айтып енді үйленген адам сияқты. Жақсы. О, шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі ағайын. Мінеки жақсы деп жатыр. Тек қана бақытты болыңыздар, тойларыңыз құтты болсын. Мәке енді алдыға қарай шығайық, өзіңіз ғана. Енді мына оң қолды былай қарай көтеріңіз. Мына жақта сіздің бақытсыңыз ұшып жүр. Істайын. Мәке істай ғана, ұшып кетеді қазір. Мына жақта ар қолыңызды көтеріңіз. Міне жан жарыңыздың бақыт құсы ұшып жүр. Ұстаңыз, қаттырақ қысайын. Енді мына сол қолдан баста желкеге кеп ашып қой, қолыңды аш. Қолыңды ашса, былай істе. Шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі ағайын. Мәке мына жалпы мойынға қамыт салын деген осы. Бүгінден бастап міне Алтындай осы сенің қасыңда жарың бар. Мына қазақта не бір ақын бар, қазақта не бір дарым бар. Мәке сен бүгіннен бастап жан жағыңа қарасаң, бүгіннен бастап мінеки Алтындай сенің Жайдарлым деген жарың бар. Осы Алтындай бақыт құсың екеуің қосылып, төрелі төрге қоныңдар, осы өмірде тек қана бақытты болыңдар деп бір қаттырақ шапалақ ұрып қойсаңыздар, әдемілеп Бақдастархан жайғасаңыздар. Бақытты болыңыздар. Жарың қолынан ұстап мәке, сенің тойың бүгін аға. Қолдарыңыз ажыраласын, той құтты болсын. Рахмет, баршамыз басылып отырайық. Міне енді бүгінгі қуаныш тойымыздың Алтындай себепкерлері екі жасты ортаға мінеки шақырдық. Енді қолдан келсе жүріс-тұрысты тоқтатып, әдемілеп Бақдастархан басына жайғасып отырсаңыздар, той құтты болсын, мереке құтты болсын. Енді қадірлі ағайын, міне біз қазақ елі шаңырағымыз, аталы дастарханымыз, баталы халқымыз әдемі ақ батасын беретін осы әулеттің үлкені Тұрсынбек атамыз қай жақта отыр? Ағамыз. Ал енді қадірлі ағайын, аумин, қол жайсақ. Аумин. Ал мына екі жас бақытты болсын, ата-аналарына мейірімді болсын. Бәріміз өстіп аман болайық, бақытты болайық, өстіп жақсылыққа жинала берейік. Аумин аға, үлкен рахмет сізге. Батаңыз Алла қабыл етсін. Міне енді
Üstіңізге шапанымыз бар. Бірақ сізге енді беретін апамыз жоқ. Үйде апа бар шығар, иә? Тамаша. Сүйретпес құрылмас па? Сүйретпес құрылмас. О. Міне, Қазыбек биге ұқсадыңыз. Тамаша, болды. Ертең Инстаграмда жүресіз. Инстаграмда сізге лайк басады. Біреу астына комментарий жазады, ана кісінің шапаны әдемі екен деп. Той құтты болсын. Ал енді қадірлі міне қолдан келсе енді баршамыз ақырындап алып отырайық. Той құтты болсын. Енді бағана әдемілеп айтып өттік. Мына жалпы қазақтың керемет сөздері көп. Мына досыңның асын дұшпаныңдай же деген қазақтың біріміз. Енді қолдан келсе алдымыздағы әдемі ақ дастархан сіздердің құрметтеріңізге жайылған. Баршамыз енді қолдан келсе сен деп секірмей, біз деп бірігіп, алақандай жұмылып, бауырсақ, қаймақ ауызға айдап, шайнап, билеп, тойлап, көңіл күйіміз жайнап, сандуғаштай сайрап отырайық. Бүгін енді осындай қос ғашықтың қуанышы болған соң, әрине бүгінгі кешімізде ақ дастархан сіздердің құрметтеріңізге ақырындап алып болсаңыздар, қадірлі ағайын, той құтты болсын, мереке құтты болсын. Мәшкейді тақпаппын ғой негізі. Той құтты болсын ағайын, мереке құтты болсын. Енді қолдан келсе қадірлі ағайын алып отырыңыздар, міне кешімізді әдемілеп бастайық. Енді мінекей бағана үйден көрдіңіздер енді. Өзінің тамаша, міне немістің аспабымен тамаша әсем әнін салып берген. Енді ортаға міне салауаттыларыңызды бір қазақтың эстрадасымен міне тамаша бір әсем әнмен ортаға шақырайық. Баршамыз ақырындап алып болсақ, көңілді отырыңыздар қадірлі ағайын, той құтты болсын.
Тамаша, одағы кісілерге болса шамалақ ұрып қойыңыздар, қадірлемей, той құтты болсын, береке құтты болсын. Енді түсінеміз, қазір ғана Ағдасархан басына жайғастыңыздар, алдымыздағы әлем бастан екі қолымыз босамай жатқан болар еді. Дегенмен әр нәрсенің орны бар дейді, орнына келген кезде шамалақ қошеметті ұрастар деген ойдамыз, қадірлемей, той құтты болсын, береке құтты болсын. Енді бағана айтып өттік қой, өз жалпы негіз бүгінгі кешімізге келіп отырған өнер адамдар аз емес. Қазір енді бірталай әншілеріміз бар. Сондықтан да енді қолдан келсе бүгінгі кешімізді біз әдемілеп жалғастырып бастап отырайық. Міне енді екі жастың қуанышты тойының төріне баршамыз жиылып, міне осындай дұға тілегімізді алып, міне екі жасқа осы Ғани әкеміздің шаңырағындағы болып жатқан ұлы тойға әдемі киініп, мінекей біріміз құда болып, біріміз бауыр болып осындай төрге келіп отыр екенсіздер, қадірлі ағайын. Енді қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді лұқсат болса, қадірлі ағайын, бүгінгі кешімізді әдемілеп бастап отырайық. Жалпы енді бағана Ғани ағамыз айтып жатыр, негізі үлкен тойға да бәріне шамам жетеді, бірақ енді білесіздер, қазір өзі бір сондай бір уақыт болып тұр. Мына коронавирус деген бәле болды ғой, шаршатты ма бәріңізді? Шаршадыңыздар ма? Біз де шаршадық сол ие. Енді осы бір жаман індет болмаса, осындай бір кең сарайда осы алдында екі жастың әдемілеп тойын жасауға шамам жетеді деп отыр, қадірлі ағайын. Оған енді ешкімнің күмәні жоқ. Міне Ғани әкемізге, анамызға бір шапалақ ұрып қойсаңыздар болады, қадірлі. Бұдан індеттен аман-есен құтылсақ, бұдан да үлкен қуанышты кештерде баяғы күндерімізге 250 адам, 300 адам, 500 адамға тойын жасаған кездер болған ие. Сол күнге аман-есен жетіп, баршамыз сондай күндерде аман-есен қаусай, қадірлі ағайын. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Енді қадірлі ағайын, қолдан келсе ақырындап алып отырсаңыздар, біз енді мінекей бүгінгі қуаныш тойымыздың тілегін бастап отырайық. Енді мына әр әулеттің үлкені бар, мына қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Баяғының жасы болса, қазіргінің қарты болып осы Мерландай, Алтындай ұлды тәрбиелеп өсірген, міне енді Ғанидай әкемізге тәрбие берген, Алтындай анамызға ортада тәрбие берген. Енді осы әулеттің үлкені, мен енді ортаға Гүлзағира апамды шақырғым келіп отыр. Сонымен қатар Жамал апаларымыз, Жібек апаларымыз, Балқия апаларымызды тілекке шақырса, кәнеге билеп шығайық апалар, той құтты болсын. Өне, кәнеге кеттік. Шақырма кәнеге. Биле. Кәнеге апалар, билеп шығайық. Шабалақ ұрпайыңыздар, дұрыс енді. Негізі басқасы басқа апам бейіне сындым мен негізі. Әбден кезінде дискотеканы жібергесі көйім апа бейді, е? Шабалақ ұрпайыңыздар, қадірліға енді қалай бейнемесін, енді немересі үйленіп отыр, немерелі келін болып отыр, міне немерелі келін. Апа, тойыңыз құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Негізі мына бейдің артынан бір ән болды көреді. Ал құрметті бауырларым, алдымен бауырларым деп алайыншы. Асында бауырларым болмайды.
Құда болдыңдар. Мына біздің бала сендердің де бала. Екі бала бақытты болсын, мейірбанды болсын, ынтымақты болсын. Не тілесе тілектерін Алла қабыл етсін. Барлығына денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Тамаша, шамала ұрып қойыңыздар, қадірлі ағайын. Апам қатты билейін деп бәріңде сөйлей алмай қалды ғой. Қуанғаннан ғой енді міне немере сөйленіп отыр. Апа, тойыңыз құтты болсын, қуанышыңыз құтты болсын. Енді бағана айттық қой, тек қана осы немеренің емес шөберенің қуанышында отырыңыз, шөпшектің қуанышында, немененің қуанышында отырыңыз. Осындай қартаймай үлкен әже болып осы мүлікке ақыл айтып аман есен жүре беріңіз. Тойыңыз құтты болсын, қуанышыңыз құтты болсын. Ал енді құрметті бауырларым, шындығы қаумен бауырларым ғой, төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын, жүрген жерлеріңізге гүл бітсін әрдайым. Әрдайым осындай жадырап, жайнап, төрден ғана орын алып отырыңыздар. Енді осы той 2 жас Мирлан менен Жайдардың арқасында осы жерге бас қосып отырмыз. Айналайын, Мирлан, Жайдардың, ұстасқан қолдарың ажырамасын. Әрдайым бір-біріңе сенімді болыңдар, мейірбанды болыңдар, иманды болыңдар, ата-ананы екі жақтан бірдей сыйлаған жастардан болыңдар, өсіп өніңдер. Жүрген жерлерің сендерінде тек қана той болсын. Жеңге, мінекей сіздің немереңіз бұйырсын, өзіңіздің жетектеп арқаңызға арқалап жүрген балаңыз құтты болсын той сіздің де. Мирлан деп ғой, Майра мен Ғани тойларын тойға ұласын, ар жағынан тағы да жалғаса берсін. Енді осы жерге көпшіл қауым болып, бесік тойға келейік келесі жылы. Барлықтарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Қыз ұзатпағандарыңыз қыз ұзатып, келін алмағандарыңыз келін алып, тек қана жақсылықта жүрейік. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мына келген індеттен аман есен құтылайық. Тамада баламыз айтқандай шыныменен 500 болмаса да бір 400-300 адам жиналатын той болатын еді. Енді бұған да шүкір дейік, бұған да шүкіршілік айтайық. Сол бар болыңыздар, бай болыңыздар, аман болыңыздар. Көп сөйлеп қойдым ғой деменді. Жоқ, апа, өтіп аты. Шағыла ұрып қойыңыздар. Құрметті құдалар, шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Жиналған бүгінгі жақсылықтың куәгері Мирланымыз бен Жайдардың денсаулығы жақсы болсын. Гүлзағира апа қуаныштан билеп жатыр ғой енді. Жаңағы Ғани мен Майрамға бала қайда, Мирлан осы кісінікі, Бейнет осы кісінікі. Сол жастар бақытты болсын. Сіздер мен біздер тек жақсылықта осылай қауыша берейік. Дендеріңіз сау болсын, бақ қонып қыдырдарсын. Сол барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Апа, аға дәте, халықтарыңыз құтты болсын, халықтар 1000 жылдық болсын, 100 жылдық болсын дегенде, осы жақсылыққа жете берейік, жастар бақытты болсын, махаббаттары баянды болсын, әрқашанда өстіп ойнап күліп жүре берейік. Тамаша, бір қаттырақ шабана ұрып қойсаңыздар болады міне. Әжелеріміз, апаларымыз сіздерге де үлкен рахмет. Тілектеріңіз Алла қабыл етсін. Аман болыңыздар, осындай немере шөберенің ортасында дәл осылай ойнап, күліп, жайнап жүре беріңіздер. Сіздерге тілеріміз атқан таңның аттығын, сезімнің пәктігін, 18.000 ғаламның таусылмайтын шаттығын тілейміз. Аумин, той құтты болсын. Енді сіздерде 3 вариант, біріншісі би, екіншісі би, үшіншісі би, қайсысын таңдайсыздар? Үшеуін де таңдайсыздар ма? Онда билеп барып ақырында бардастарға баса жайғазайық. Қане келеді. Қане келеді. Şakırın, şakırın,
жарайды енді мынау не деген би. Негізі карантинде жатып әбден бит сағынғастыр ғой деймін. Қолдан келсе алдымыздағы әдемі ыстық дәмден ақырында баршамыз алып отырайық. Енді бүгінгі кешімізде мен байқаған негізі жаманның суы жоқ екен. Міне енді өзіміздің балқымызбен, шұбатпен осындай адалынан әдемі ақ дастархан жайылып отыр екен. Енді қолдан келсе негізі қымызбен де шұбатпен де той әдемі өтеді. Соғыстырып, қағыстырып ақырында алып қойыңыздар, қадірлаған той құтты болсын. Енді одан кейін міне үлкен асымыз дайын болған екен. Мына жақта жігіттер мені сықалап тұр қайта. Бағана енді үйде ақ дастарханда бір үлкен ас болды. Міне енді осы тойханада тағы бір үлкен асымызды. Міне Ғани әкеміз екі қой. Я Құдайым оңасын, еш шымашылық болмасын, мына дастархан берекелі дастархан болсын, екі бола бақытты болсын, ендері сау, өмірлері ұзақ болсын. Әрқашан жүргенде жолдары ақ болып, ниеттері қалыс болсын. Аумин, бәрекелді. Құдаға да бір шабандар, Тамаша, қоғынаға орнымыздан тұрып қойып, мінеке, сізге да шапаттар бата берген атамызға, міне, құтты болсын. Біз енді қазақ елі құда келсе, астына ат мінгізіп, үстіне шабан жапқан қазақтың біріміз. Енді мінеке шабанымыз, атымыз қазір енді 21 ғасырда ат бермей, басқадай береді аға. Үлкен рахмет, отыра беріңіз енді. Тамаша, рахмет. Ғадеті, қадірлі, құрметті құдалар, мінеке астарыңыз дәмді болсын, бір қаттырақ шабалақ ұрып қойыңыздар. Міне алдымызға үлкен ас келді, той құтты болсын. Жалпы көңіл күйіміз қалай, жақсы ма? Тамаша ма? Онда осындай бір көңіл күймен мен ортаға Ғани әкеміз бен Майра анамыз шақырайыншы. Қай жақта бұл кісілер? Аяқта жіберейік әреке. Шабалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі ағай. Шабалақ ұрып қойсаңыздар болады. Ана білем сізді қатты билейсін негізі, отыра беріңіз. Күшті, енді кішкене алып Ғани ағасы бері қаратай. Шабалақ ұрып қойсаңыздар, қадірлі ағай, міне тойдың иелері. Неге шабып, мына құдалар ұрып жатыр, мына жақ өшім ұрып жатқан жоқ негізі. Шабалақ қолымызды көтеріп ұрып қойдық кәнекей. Міне, осы шабалақтың бәрі аға сізге осындай беделге, осындай қуанышқа қалай жеттіңіз аға? Енді баланың арқасы, баланың арқасы. Тамаша, шабалақ ұрып қойыңыздар, мінекей, мамамның арқасы, баламның арқасы дейді. Тамаша, күшті негізі. Ғани аға, мен негізі сұрайыншы, отауласқандарыңызға сіздерге қанша жыл болды? 30 жыл. 30 жыл. Шабалақ ұрып қойсаңыздар болады, қадірлі ағай, міне 30 жыл. 30 жылдың ішінде қанша ұл, қанша қыз? Бір ұл, бір қыз. Тамаша, оған да шабалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі ағай, мінекей. Алтындай бір ұл, бір қызы бар. Қызды қияға қондырдыңыз, иә? Тамаша, мені ұлды үйлендіріп отырсыз. Алла қаласа немере шөбере сүйіңіздер. Жалпы, енді мен сұрай дегенім, қадірлі ағай, мінекей Мерлан енді осындай күнге жеткені кімнің арқасы деп білесіздер? Кімнің арқасы? Мамамызшы? Екеуінің арқасы ма? Шабалақ ұрып қойыңыздар мұнда. Енді бұлай сізге қадірлі ағай, мына жалпы енді екеуіңіздің орталарыңызға тұрайын бүйтіп. Ғани аға, мына жақта құдалар сіздің командаңыз. Қазір бұлай болады. Негізі білесіз ғой, мына елде әр елде өз президенті болады, иә? Президент болады, бір әулеттің де президенті болады. Бүгінгі қуанышты тойда президент кім? Ғани ағамыз, иә? Тамаша, ал енді ханшайым. Ал ең бірінші президенттен бастайық. Қазір аға, қолды жоғары қарай көтереміз. Халықпен бір действительно бір президент тұсап дейді, жан-жағыңызға қарап дейді, қалайсыңдар деп амандасып жүріп шығасыз. Дайынсыз ба? Ал дайын болса кет. Мына жаққа.
Нұрсұлтан атамызға ұқсаған жоқ, тоқайып қоқсап кетті, просто әшкетаны жіберу керек деген бағадан бері. Ал енді ханшайымды көрейік. Ханшайым сіз де енді тік етпейді, оң қолды көтереміз сіз. Дайынсыз ғой, иә? Ал енді қадірлаған қарсы алыңыздар, алдарыңызда бір әулеттің ханшайымы. Ал кәдеге шабала қошемет болсын, кетті кәдеге. Ханшайым. Бағанадан айтып өттік қанағайды қуаныштарыңыз құтты болсын. Тек қана осы 2 жастан немере шөбересі дәл осылай ойнап күліп жайнап жүре беріңіздер, тойларыңыз құтты болсын. Тек қана міне айтып отырмыз ғой, осы 2 жастан Алла қаласа сіздердің шаңыраққа қуаныш, бақыт, тек қана немере шөбере болсын, той құтты болсын. Енді негізі бағана қадірлаған мен Ғани ағам айтты, бүгінгі қуаныш тойда тамаша бір приздер бар деді. Бұл кісілерді ортаға шақырғаным сол, бірінші орынға ыстық көлге, Қырғызстанға 10 күнге путевка деді. Шынымен шамалақ ұрып қойсаңыздар болады, міне қайыға. Шынымен қой, 10 күнге путевка. Екінші орынға сол көлді өзетін лодка. Үшінші орынға 100 грамм водка. Ой, бұл мұра кісікәнді қосылы мұр ғой. Төртінші орынға звоны шотка, 5-ші орынға айфон сотка. Ал дайымыз болында бір ойын болсын, сөйтейік, сіздер ақырындап отыра беріңіздер, мен енді сол себеп сіздер шақырғаным. Енді тамаша приздеріміз бар. Енді қадірлаған қазір орнымыздан тұрмаймыз, дәл осылай отырып ойнай береміз. Мына жалпы дүниеде болып жатқан кинолар бар ғой, сол кинолардың музыкасы кетеді. Сол қай кино екенін кім табады, соған күшті тойдан толықтай сый призіміз бар. Ойынның аты саундтректі. Дайынбыз ба, ойнаймыз ғой, құдалар? Ал дайынбызға кетіп. Кімге құдағи бірінші құдағиға барайықшы. Шамала құрып қойсаңыздар болады. Қандай? Қыз жібек, шабала ұрып қойыңыздар, ортада шығайық кәнеке, биле! Ортаға! Шымкент шаһарынан келін болып кеттің айдайдан. Басқаның жаным, Рахмет, келіңіз мына жаққа сіз. Мен не алам, не істейін деп тұрсыз ба? Яға, осы жерде тұра тұрып. Шапалақ ұрып қойсаңыздар болады, қадірлаған. Призіміз беріңізші құдағиға. Путевка ең арт жағында, екінші дастарханда. О, тамаша. Тоқтаңыз. Сіздер маған әкеп бере беріңіздер. Шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлаған. Қандай кино дедіңіз? Қыз жібек пен Төлеген. Тамаша. Енді бұл бір сізге бір жеңіл сұрақ болып кетті. Мен сізге тағы бір сұрақ қойын. Сол сұрақтың жауабын тапсаңыз, міне тойдан толықтай сый, осындай әдемі үстіңізге кез. Дайынсыз ба? Қиын қойын ба, жеңіл қойын ба? Қиын. Онда сіз құдағи болып келіп отырсыз. Сізге бір сұрақ. Құда деген кім? құдам деген құдасы. Құдам деген құдасы. Тоқтаңыз, енді өздері өзі айтсын бірінші. Құда деген кім? Шабала құрып қойсаңыздар болады, қадірлаған. Құда деген құдағидың күйеуі! Дұрыс қой, құдағидың күйеуі қойыңыздар. Басқа кім болады? Шабала құрып қойыңыздар, қадірлаған. Келесің ішпер. Бірден құнанбай, екінші әнді. Кеттік, дауысын шығарып отырсың, құнанбай. Дауысын. Мына жақтан көтерді, мына жақтан. Қандай кино? Не айттыңыз? Приключения. Тамаша, биле шығар кәнеге ортаға. Приздер ерігісі емейді маған. Қорқпадыңыз өзін беріңдер. Бағана кеп беріңіз. Қандай дұрыстап айтып жіберіңізші. Приключения электроника. Тамаша, шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі. Енді сізге де бір сұрақ қояйын, сізге бір мақалдатып қояйыншы. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол не? Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол не? Жүкім мылтық деп айтты ғой енді. Жұмбақ! Шапалақ ұрып қойсаңыздар болады, жұмбақ екен ғой дейміз аға. Жақаса еріңіз аға. Тамаша, келесің, бірден ішпе. Мына қандай кино?
қожа. Онда билеп шығыңыз ортаға. Жібер музыканы. Бір плиз бересіңіз. Біле қалыңыз, қатты билейсіз сізге негізі тамада болу керек еді. Шабалап ұрып қойыңыздар, қадірлерін. Бағана құдалықтан бастап негізі күшті әңгіме айтып, күшті сөз сөйлеп, енді қазір биін көріп қалай билейді екен, жақсы ма екен? Күшті билейді, иә? Шабалап ұрып қойыңыздар енді. Аға, мен де сізге бір сұрақ қойып кетейін, міне тойдан тауық десе, одан кейін сізге подарка, сізге бір ұзағырақ қойыншы, негізі тойда көп жүретін адам сияқтысы, иә? Ал енді менің, енемнің, сіңілісінің, күйеуінің бажасы маған кім болады аға? Жоқ, менің бар ғой енем, соның сіңілісі, оның күйеуі, соның бажасы маған кім болады? Кім болады? Кім болады? Кім біледі? Тамаша, қайны ата болады екен аға. Шабалап ұрып қойсаңыздар. Маған болады, маған. Менің бар ғой, енем танисыз ба? Танымайсыз ба енем дейді. Шабалап ұрып қойсаңыздар болады, қадірлі ағай. Келесің, жібер. Мынау қандай кино? Қандай? Ералаш дұрыс, ортаға шығар кәдеге. Тағы бір приз. Шабалап ұрып қойсаңыздар болады. Күшті қандай кино? Ералаш. Ералаш, дұрыс. Енді сізге де бір сұрақ. Жердің ортасында не бар? Жердің ортасында? Галактикалар десең? Жоқ, халық бар дейді бұл кісі. Жердің ортасында не бар? Е бар екен, тәте. Е деген әріп бар екен. Шабалап ұрып қойсаңыздар болады. Келесің, бірден жібер отыр. Мынада кім біледі? Аға, сіз отырыңыз, пожалуйста. Мына кісі. Махаббат станциясы ортаға билеп шыға, кәдеге кеттік. Махаббат станциясы, дұрыс. Аға, енді сізге бір сұрақ. Қанша балаңыз бар? 3. Дұрыс! Баласы бар, дұрыс. Шабала оқып қойыңыздар, қадірлеріңізге, дұрыс қойыңыздар. Тағы бір ән жүріш? Шыңат дауысы, мұнда жастарым жоқ. Мана кісі үйден шықпайды кісі ойлаймын осы. Кім бар? О, кел ама, кел. Шабала барып қойыңыздар ортаға. Бір плиз бересіңіз. Сіз қай жақта құдашасыз ба? Құдаша ғой, е? Шабала барып қойыңыздар. Қандай кино? Бригада. Қай кезде көрдің оны? Сіз сыртында просто қарап тұрдың ба? Шабала ұрып қойыңыздар, көрмет, папасы көрген екен, папан қайда? Анау қайсы, ана жерде төрт еркек отыр. Сізге тартқан екен ғой, шабала ұрып қойсаңыздар болады, бұл қызды қинамай қойын, е? Үлкен рахмет. Жанарың әрқашанда жаз болсын, сені ренжіткен жігіттердің шекесі айналайын таз болсын. Болды ғой, е? Тамаша. Тағы бір ән жіберші. Маман кім біледі? Қандай кино? Рахмет. Шабала ұрып қойыңыздар. Дұрыс емес аға. Бір кісі вообще басқа жақта жүр. Шрек, Фиона келді. Шабала ұрып қойыңыздар. Кет, тағы бір приз болсын. Билеп шығайық.
сұрақ қоймай ақ қояйыншы, пожалуйста. Сұрақ қоймай ақ қойшы дейді маған. Шабалақ ұрып қойыңыздар, қандай кино? Шрек. Рахмет, Фиона. Қайтаңыз келіңіз енді. Енді сізге де бір жеңілірек сұрақ қойайын. Ешкінің подружкасы кім? Жоқ, ешкі подружка кто это? Рахмет, өшіңізді. Ешкінің подружкасы? Мына кісі сол шірек емес па дейді подружкасы. Кім ешкінің подружкасы? Тоқал ешкі. Тырысқой тоқал ешкі қойды. Шабалақ ұрып қойыңыздар. Тағы жалғастырамыз көтімен, тағы білем қойды. Бірден жібер. Мынаны кім білем? Қандай? Десеңізші. Тақиялы періште. Шабалақ ұрып қойыңыздар. Ортаға шығайық кәнеке. Той құтты болсын. Сіздер ортаға шықтыңыздар. Асханада болмақ қой, келін қойым негізі, әйне. Абыс. Бәсе, болмақ біліп беріп отыр, шабыға бұрып қойыңыздар. Қандай келім айтшы? Тақиялы періште. Дұрыс, енді сізге де бір сұрақ қойай, сонымен ойын тоқтам. Сізге қандай жеңіл, қиын қайсын қойай? Үйленгіз қой? Дұрыс. Шамалақ ұрып қойыңыздар, қадырлаған, қошеметтеп қойыңыздар. Енді, мәке, сізді шақырайықшы. Мәке, ортаға. Бұл жігітке шамалақ ұрып қойыңыздар, действительно, үйленген жігіт негізі үшін. Үйалып жүр бағанап бер. Ортаға шақырайын десем, жанын жақтап қашып, жоқ мен шықпаймын, ғалай бастай берші ержан деп. Мәке, тағы ұзырайыншы көңілге қалай негізі? Жақсы. Жақсы ма? Негізі мен осы мәкеге қараймын да, бір примерно екеміз, негізі сол мектептің кезінен таныспыз ғой. Тура мектептің кезінде тура осы күлгі болатын бұл ағай. Бірден келсе просто ыржия салады. Сосын мектептің кезінде дәл осындай түр болатын ағай. Шабаға ұрып қойыңыздар. Негізі, міне, аман бол, қартайма бауырым, той құтты болсын. Негізі, енді мен бағана айтып отырмын ғой, мәкеңе риза болдым. Ана алыстан бармай, ешкіммен таныспай, міне өзінің көршісі, Алмабек ағамыздың қызы тура үйдің жанында, ауылдағы қара шаңырақтың көршісі, иә? Солай ғой, иә? Сол жерден үйден шықты, Алмабек ағамның қызы үйден шықты, сонымен келді, осы жерге алып келіп отыр. Шабалақ ұрып қойыңыздар, қадірліға той құтты болсын. Мереке құтты болсын, Алмабек аға күйеу бала құтты болсын. Қалай, ұнап жатыр ма? Кішкене даусымды шығарып айтайық. Ұнап жатыр ма? Құсын құтты болсын. Тек қана осындай шаңырақта, сіздердің шаңырақта осы алтында 2 жастың кішкентай сәбилер көп болсын, той құтты. Аталарымыз айтатын да негізімен соны қазір ойлап қарасақ шынымен екен да. Мына аталарымыз айтатын негізі қадірлі қазақтың ақсақалдары негізі біледі ғой. Ол рас қой негізі, негізі үйленгеннен кейін бәрін көріп отырық қой. Мына жалпы өмірде қандай соғыс болсын, мына мысалы Гитлер соғысты, бітті ғой, бітті. Одан кейін ауған соғысы болды, ол да бітті ғой, бітіп жатыр. Одан кейін Сирия, Америка соғысты, одан кейін өткенде ғана Азербайжан мен Армения соғысты, бітті. Жалпы мына дүниеде қандай соғыс болсын, бәрі бітеді екен. Өмірде бірақ бітпейтін бір соғыс бар екен, ол қандай соғыс десеңіздер, әйел мен еркектің соғысы. Это до того қиын соғыс, күні бойы соғысқан жауып, мәке, түні бойы қасында жатыр сен. Прикинь, ойлашы. Мен негізі мәке, мен негізі ойламаймын, аталарымызға сөзім жоқ, ауғанда болған, ана жақта болғанда сөзім жоқ, қиын білем. Бірақ ойлашы, күні бойы соғысқан жауып, сенің қасында жатыр, еще тірі. Не ат ұстай алмайсың, не пленге ала алмайсың. Міне отыр ғой қаншама ұлы отан соғысының ардагерлері шабалақ ұруға тоқтар жетті. Негізі қадірліға мен соны ойлап қарап, негізі оны жеңетін бір ғана дүние бар екен. Ол қандай дүние десеңіздер, мына қандай оружие десеңіздер, ол махаббат деген оружие екен. Сол махаббат деген оружияны осы 2 жасқа Аллах тағала берсін. Осы махаббатпен болып жатқан тойда от души бір шапалақ болсын қадірліға. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Енді қадірлі мына көп сөйледі демедіңіздер, енді өздеріңіз кінәлісіздер. Мына айтады ғой өзі, қасқыр кінәлі емес, сиырдың ішін жарған үшін. Қасқыр кінәлі сиырдың ішін жарған үшін, сиыр кінәлі орманға чошаңда барған үшін дейді негізі. Енді бүгінгі кешімізде көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай тағы бір тілегімізді